Міне жақында ғана круизден келген осы кісілер. Интервью беріп жүріңіздерші, менің ана ойланып жүрген саяхатшыларым бар, болашақ. Гүлбара апа 9 январда Америкадан келді. Мен 9 январда Америкадан келдім. 2 немеремменен демалып, Майамиде 4 күн болдық. Аралап бәрін отыды, вертолеттан қарадық. Яхтадан бәрін аралап, анау пәленшені, мынау пәленшені асатын яғын бәрін көрдік. Сосын 31 күні Royal Caribbean'ның Симфония Мария деген лайнеріне отырдық. Лайнер шикарный. Не үшін адам өмір сүреді? Бұл өмірде көру керек. Алла не үшін жаратты осындай тамаша дүниені? Менің өметін көрсін деп жаратты. Супер. Так что мен Royal Caribbean'ның есі ұнағаны ішінде водный театр. Қандай тамаша представление. Ледовый театр. Әшейін театр. Серфинг. Екі серфинг болды. Екі скалолазание. Айтып атыр ғой, бар, жоқ нәрсенің бәрі соның ішінде бар екен. Супер. Тамаша саяхаттан келдік. Аллаға сансыз шүкір. Так что барыңыздар, көріңіздер. Міне Американы аралап келген осы кісілер. Мен Южная Америкада болдым, получается 40 күн круизда болдым. Тамаша. Бразилия, Европа, Бразилия, Аргентина, Уругвай. Супер. Клубтың артықшылықтары. Мен айтайын, мен клубтан бұрын 2 рет бардым. Сондағы айрықшылығы клуб арқылы барған 3-4 ресе арзан. Мен өз қолыммен ақшаны төлегенмін, білемін. Мен де келісемін. Намного Так что біріншіден, екіншіден турбюроға барсаңыз, сізге 2-3 ғана бағытты береді. А біздің клуб арқылы 20-дан асық бағыт бар. Өте тамаша, өзің таңдайсың. Неше күнде барасың, қай порттан отырасың, и қай сезонда барасың, өзің таңдайсың. Өте керемет. Ол деген фишка огромная. Не, вообще осы маған өте оңай. Не дегенде мен 50-ден асық елде болдым. Саяхат не екенін жақсы білемін. Әні. Мәссаған. Топ қой бұл кісілер. Топ қой. Бізде ең үлкен адамдар, это 87 жастағы апаларымыз бар. Тамаша. Подключаемся. Көп ойланбаңыздар.